студенттермен байқайтын нәрсе, бірінші курс, екінші курс жұмыс істей бастайды. Тез арада ақша табу үшін жұмысқа кіреді. Күшті ақша табады, қалтасында ақша бар, қыдыра алады, тәуелсіз болады. Бірақ почти бәрінен байқайтын нәрсе, жұмыс істегендер ұйқылар қанбайды, шаршайды. По итогу сабағы нашарлайды. Сабағы нашарлағаннан кейін мамандығын дұрыс меңгере алмайды. Ақша табу күшті, бірақ лучше өзінің мамандығын жақсылап меңгеріп, профессионал болып ақша тапқан одан да жақсы емес пе еді. Енді жағдай әртүрлі болады. Егер студент мұқтаж болса, жұмыс істеу керек, ол шарт, сөз жоқ. Бірақ мүмкіндік бар болса, лучше қазіргі уақытын өзіне инвестиция жасасын. Оқысын, тіл жаттасын, әртүрлі салалардан дамысын, спортпен айналысын, өзіне инвестиция жасасын, ертең соның жемісін көретін болады. Ақша, адам профессионал болса, кез келген сала болсын, ақша бәрібір келетін болады. Бұл анау мысықтың өзінің құйрығымен ойнап жүгіріп жүретін бар ғой. Қанша жүгірсе де құйрығына жете алмайды. Бірақ егер өз жолымен жүрсе, онда құйрық бәрібір артынан кетеді. Тура солай жұмыста да. Егер қазір ақшаны қусаңдар, ертең ақшасыз қалулары мүмкін. Лучше қазір өздеріңе инвестиция жасап, ертең профессионал болып ақша табыңдар. Егер мүмкіндік болса, қазір өздерінің мамандықтарымен жұмысқа кірсеңдер, ең күшті вариант сол.